Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай жақсы көтерілетін, оңай жолмен жасалынатын кекс жасаймыз. Ең бірінші бізге 3 жұмыртқа, және қантты жақсылап араластырып аламыз. Егер миксеріңіз болса, миксермен араластырсаңыз болады. Процесті тездету үшін. Маған осылай қолмен ыңғайлы, сол үшін қолмен араластырып жатырмын. Жақсылап араласқаннан кейін сүт қосамыз. Одан кейін суытылған, ерітілген майыңызды қосасыз. Сондай-ақ бұны да жақсылап араластыру керек. Жақсылап араласқаннан кейін жарты қасық шай қасығымен ас содасын қосамыз. Осы жерде мұқият болуларыңызды сұраймын, өйткені ас содасын көп қосуға болмайды. Ашты дәм шығып кетеді. Көз мөлшермен жарты кішкентай қасықпен ғана қосасыздар. Одан кейін ұн қоса бастайсыз. Осы жерде барлық ұнды бірден салып тастауға болмайды. Аз-аздан қосып отырасыз. Сол кезде қамырыңыз өте әдемі болып көтеріліп, жақсы болып піседі. Егер бірден ұнды қосып тастасаңыз, қамырыңыз кептеліп, қатты болып қалады. Міне қамырымыз дайын. Өзіңіздің қалағаныңызша жаңғақ болмаса, қандай начинка ұнайды, сондай қоссаңыз болады. Мен кишмиш қостым. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы оңай рецепттер, мастер-класстар және лайфхактармен бөлісетін боламын. Дайын болған қамырымызды өзіңіздің формаңызға салып шығасыз. Менде осындай форма. Мен бір кекске 3 қасық құямын. Осы жерден қамырдың қандай болып шыққанын байқасаңыз болады. Сгущенка сияқты осындай сұйық болып келеді. 2 қасықтан кейін начинкаңызды қоссаңыз болады. 180 градуста 20-25 минут пісіресіз. Піскенін сіріңкенің талымен болмаса зубочисткамен тексерсеңіз болады. Менде пісті, өте әдемі болып. Үстіне өзіңізге ұнайтын капкейки қылып, мысалы крем жақсаңыз болады.